Абайдың қара сөздері өмірлік ұстаным ғып алуға болатын терең мағынаға ие. Жекелей қара сөздері ғана емес, оның әрбір сөйлемі ғибрат алуға болатын құнды қазына. Оқыған сайын құнды ой мен түйін келетін сөздер әлемнің барлық тілінде сөйлеу керек. Өйткені даналықтың тілі шекара танымайды. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен деп тұрады. Білмекке құмарлық адам баласына тән қасиет. У каждого из вас от рождения есть одно важное качество – стремление к знаниям. Никогда не теряйте это стремление. If you want to be a wise person, examine yourself at least once a day, or once a week, or at least once a month. Уже 누구든지 오늘 위기는 전 미련으로 더욱 믿고 모두 꿈에 달려 있다. Le travail et le savoir ce sont des ailes qui montent l'homme à sa main. Какова секайтори акарида, со амузыкачи кото амузыкаши ку амауна. Білімге ұмтылыш кешеге туғанна берілген сифат. У ұмтылышны үтерме уят. Ілім olmadan не ахирет вардыр, не де даниян. Ілім инсанин бір görevіdir. Haqiqiy baxt ham, yaxshi hayot ham bilimdan boshlanadi. Bilim izlash xayr bir iskomning burchidir. من كنت بالأمس ومن أنت اليوم ومن ستكون غدا كل ذلك يعتمد على المعرفة. Шекарасыз даналық Абай челленджіне қосылыңыз.